Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған өте дәмді 5 минуттық салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қонақтарыңызды таң қалдыратын салаттардың бірі, және де өте оңай әрі тез жасалынады. Ең әуелі колбаса, яғни шұжықтарымызды ұзынша етіп турап аламыз. Мейлінше жіңішке етіп тураңыздар, сонда салаттарыңыз да өте әдемі болып көрінеді. Барлығын дәл осылай турап аламыз. Мен өлшемін жазған жоқпын, отбасыңыздың санына қарай көбейтіп, азайтып жасасаңыздар болады. Енді ыдысымызға салып аламыз. Және де қияр, менде балғын қияр, егер сіздерде соленый огурцы болса, соленый огурцы салсаңыздар да болады, немесе мен сияқты свежий огурцыды да кесіп салсаңыздар болады. Ең бастысы қияр болса болғаны. Бұны да ұзынша жіңішке етіп турап, ыдысымызға салып аламыз. Содан соң өзіңізге ұнаған кез келген кирешкиді және де кукуруз, консервідегі кукурузымызды саламыз. Және де 3 дана алдын ала пісіріліп дайындап қойған жұмыртқамызды да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Барлығын ыдысымызға саламыз және дәміне қарай кішкене тұз, қалауыңызша майонез салсаңыздар да болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте оңай әрі дәмді салаттардың бірі. Қонақ келгенде, асығыс кезде өте тез жасалынатын салаттардың бірі. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта менің каналымда көптеген рецепттер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ләззат.